Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін не бар ғой? Потолочный плинтус дейді біреулер галтел дейді. Осыны жабыстыруды көрсетемін. Үй жағдайында. Маған қазір жағып қойғаным кәдімгі шпаклевка бар ғой? Два в одном. Финиш жақса да болады. Два в одном менің немде. Бұл, бұған кішкене ПВА клей араластырдым. Бір жарты банкідей. Жартысын араластырдым ғой. Сөйтіп осылай жағып, екінші жағына да жағамыз қазір. Сосын жоғарыға жабыстырып жатырмын. Оңай әрі тез. Осылай жағамыз. Мына жерді түсірсін одай. Осылай шпакльмен жағамыз. Полный жағып шығамыз қазір. Осылай аламызда барлығын жақтық. Түсірілсін бе? Иә. Осылай жақтық та енді сын жақтырамыз қазір. Қараңыздар. Келтіреміз. Так, мінекей осылай жапсырамыз. Артықтарын көріп тұрсыздар ғой. Артықтары. Осыны қазір шпатльмен алып тастаймыз. Екеңіздер қараңыздар. Алып тастаған шақ мынандай болды уже. Көрдіңіздер ма? Мына жағында алып тастаймыз. Все осылай. Мына ортасына дұрыс алмай жатыр ортасын. Қолмен не қылып жібереміз, саусақпен әдемілеп. Сосын тартып жібереміз ғой үшін көрші. Ана жерін артық дұрыс кесіп жібергенмін ғой. Бұл жерде без өзінің несі бар ғой, кесетін. Негізі арзан тұрады, ұмытып кетіппін. Сонымен кескен жөн негізі. По возможности просто менде қазір жоқ болғаннан кейін солай жасап жатырмын қолдан. Көрінбейтін, білінбейтін қылып жіберемін ғой қазір. Все, рахмет, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.